сезімнәрін толтырдық біз кеудеге. Қателік те болды бізден кей жерде, үйретуден жалықпаған ұстаздар. Жанашырда бола білдің көп жерде, көп жерде. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедің. Қоштасар сәттің алтын ұяңмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедің. Қоштасар сәттің алтын ұяңмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Ұмытпаймыз біз сіздерді мәңгілік, жадымызда бейнең тұрар жаңғырып. Келешектің алтын нұрын сепкендей, алдымыздан арайланды таң күліп, таң күліп. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедің. Қоштасар сәттің алтын ұяңмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Қош бол енді мектебім менің. Қайырлы күн, құрметті менің әріптестерім, ата-аналар, оқушылар. Бүгін міне 2020-2021 оқу жылының соңғы күні, яғни соңғы қоңырау күні. Бұл бүкіл Қазақстан Республикасы бойынша оқушылардың да, ата-аналардың да, ұстаздардың да шат-шадыман, керемет, қуанышқа толы, құшақ гүлге толы өтетін керемет мереке болатын. Ал енді әлемдік пандемияға байланысты осындай арақашықтық сақтау немесе пандемиялық жағдайды ескере отырып өткізуге тура келіп отыр. Бұл да өтер кетер, баяғыдай қоян қолтық өмір сүретін уақытта келер. Соған дейін амалдың жоғынан осылай өткізуге тура келіп тұр. Ал енді мына биылғы бітіруші біздің мектептің түлектері, 9 сынып оқушылары және 11 сынып оқушылары. Аяулыда ардақты түлектерім, біздің мектептен Құдай қаласа алдымыздағы бірер айда қолдарыңызға куәліктеріңізді, аттестаттарыңызды алып, мектептен жас түлек ретінде ұшқалы отырсыздар. Міне осы алдарыңызда енді сіздердің сан тарау жолдар жатыр. Ол жолдарда әртүрлі қызықты да қиынды кезеңдер бастан кешесіздер. Соның қызығында достарыңызбен бірге жүріп бөлісіп, қиындығыңызда ауырсынбай көтеріп өтетін жігер, күш, қуат берсін сіздерге. Сондықтан да мен сіздерге сенем, құрметті аяулы да менің түлектерім. Біздің мектептің атын әрқашанда жақсы жағынан шығарады деген үлкен үмітім бар. Әрқайсыңызға үкілеп, үміттің үкісін байлап шығарғалы отырмыз. Біздің мектепті әрқашан ұмытпайды деп сенем сіздерге. Сондықтан да биылғы бүгінгі басқалы тұрған өмірге деген алғашқы қадамыңызға мен сәттілік, сапарларыңызға оң сапар деймін. Алдарыңызға жарқыраған жол болсын. Кез келген қиындықтарды алдымыздағы тұрған тест, үлкен сынақ, сол сынақта да жақсы нәтиже көрсетіп, өздеріңіз армандағы керемет жақсы мамандықтың иесі болып, соны оқып, жоғары білім алып, сол салада Қазақстанның әртүрлі қилы бұрыштарында еңбек етіп, Қазақстанның керемет патриоты, елінің жерінің қамын ойлайтын азамат шығады деп сенемін. Сондықтан да сіздерге ақ жол. Қайырлы күн, құрметті оқушылар, қадірлі ата-аналар, аяулы ұстаздар.
сіздерді 2020-2021 оқу жылының аяқталуымен 25 мамыр соңғы қоңырау күнімен құттықтаймын. Биылғы жыл қанша өзінің ауыртпашылығымен келгенімен қызықты да күрделі болып өтті. Осы орайда өте үлкен алғыс айтатыным ұстаздарға, аяулы ата-аналарға және де тынбай еңбек еткен оқушыларымызға үлкен көп алғыс. Құрметті оқушылар, осындай ауыр кездерде табандылықпен ізденіп, білімнің шыңына көтерілген және де алдыда қалмай біздің болашақ еліміздің туыстарлары болып жүре берулеріңізді тілектеспін. Келер жылы 2021-2022 оқу жылын мектепте бетпе-бет жүздесіп қарсы алайық. Тек қана сәттілік тілеймін, жазғы демалысты жақсы өткізіңіздер және жазғы оқуға келуге шақырамын сіздерді. Рахмет. Құрметті Қазақстан жалпы орта мектебінің ұстаздары, құрметті Қазақстан жалпы орта мектебінің 1-10 сынып оқушылары, биылғы соңғы қоңырауымыз 2020-2021 жылға әлемде болып жатқан індетке байланысты, карантинге байланысты әр класс өзінің үйінде онлайн ретінде өтетін болып жатырмыз. 11 классынан арақашықтықты сақтап, санитарлық талаптан қатаң сақтай отырып 11 классқа мектепте отырамыз. Қалған сыныптардың бәрі үйінде өтеді. Мына 2020-2021 оқу жылын жақсы бітіріңдер деп ойлаймыз. Себебі мектепте ешқандай артық астам ешнәрсе болған жоқ. Бәрінің тәртібі жақсы болды. Енді соңғы қоңырауды онлайн ретінде челлендж жасап, әр класс өздерінің үйінде өтетін болды. Сондықтан мына биылғы 2021 оқу жылы соңғы қоңырауы құтты болсын деп тілейміз. Келесі жылы бәрімізді мына індеттен аулақ қылып, аман есен мектепте қауышуды Алла нәсіп етсін деп тілейміз.